Қарындасы қабір азабын не үшін көрді? Өткен заманда атақты бір кісінің қарындасы қайтыс болыпты. Мәйітті жерлегенде сол адамның ақша салған қоржыны қабірге түсіп кетіпті. Алайда мұны ешкім байқамапты. Үйге келгенде қоржынның түсіп кеткенін түсініп, қабірге барып қабірді ашады. Сөйтсе қабірде алаулап жатқан отты көреді. Дереу қабірдің үстін жауып үйіне қайтады. Жылап үйге кіре салысымен, анашым, қарындасымның қандай күнәсі бар, маған айтып беріңіз дейді. Анасы, неге сұрап жатырсың? Деп сұрақтың астына алады. Анашым, оның қабірінде алаулаған отты көрдім деп мән-жайды түсіндіреді. Анасы жылап тұрып, балам, қарындасың намазда жалқаулық қылып, уақытында оқымайтын еді дейді. Намазды кеш оқығанның халі осы болса, мүлде оқымайтын адамның халі не болмақ? Алла тағаладан намаздарымызды уақытында оқуымыз үшін бізге жәрдем сұраймыз. Өйткені ол аса мейірімді, әрі жомарт. Аса мейірімді.